Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Мен осы әңгімені бастамас бұрын айтайын. Жасы 60-тан асқан әйелмін. Үйдің берекесін кір жуылған күннің иісінен ақ таныған кісімін. Мен үшін шаң басқан бұрыш, жиналмаған киім, үйдің көңілдейі. Сол күні түстен кейін келіннің үйіне бардым. Есіктен кіре сала, көзім бірден кір себетіне түсті. Іші толған, тасып тұр. Апта бойы жиналғаны көрініп тұр. Көйлек, шалбар, балану жейдесі, орамал, арпалысып жатқандай. Қайбір кездерде келін түсте құймақ пісіріп, самауырын буылтып отыратын. Бұл жолы диванда созылып, телефон ұстап жатыр. Экранды сырғытып, бірде күліп, бірде қабағын түйіп қояды. Іштей, әй заман-ай деп күрсіндім. Төзе алмадым. Келін, мынаны неге жумайсың? Тау боп жиналыпты ғой, дедім ақырын. Ол басын бұрды да еш асықпай. Мама, бүгін демалып жатырмын. Ертең жуа салам. Мен де адаммын деді. Сол сөз тамақтан өтпей қалды. Мен де адаммын. Қалай айтасың келіндікпен? Үйдің жұмысы күтіп тұрмайды қызызым. Кір деген жинала берсе, иістеп кетеді, дедім жұмсартып. Келінім алғаш рет дауыс көтерген жоқ, бірақ сөзі салмақты. Қазір бәрін бөлісіп істейміз ғой. Үй тек әйелдің мойнында емес. Менің де уақытым болсын, шаршаймын деді. Сөз батып кетсе керек, тілім байланып қалды. Дәл сол кезде ас бөлмеден ұлым шықты. Қолында кофе. Қазіргінің баласы таңнан кешке шейін кофе, шәй деген қалған. Анашым, неге келінге келігесіз? Бүгін жұмысы болмаса демалсын. Бір күн кіртірса не бопты? Сізде ескі көзқарасты қойыңыз деді. Ескі көзқарас деді. Өз балам айтты. Әлде солай шығар? Әлде менің дәуренім өтті ме? Әйтеуір жүректің бір тұсы шым ете түсті. Бөлме іші жылылап тұрғанымен жаным тоңып кеткендей болды. Келін үндемеді, телефонға қайта үмілді. Мен екінші рет ештеңе демедім. Түнде үйге қайтып келдім. Төсекке жатқанмен көзіме ұйқы келмейді. Күйеуім баяғыша қорылдайды, ал мен өз ойыммен арбасып жатырмын. Распа менде ескі көзқарас. Бір күн кіртірса дүние құлай ма екен? Жылайын десем, жаста шықпайды. Өз баламның сөзі батады екен. Бір уақытта күйеуім оянып қалды. Не болды? Деді күңкілдеп. Ескі көзқарасты екенмін, дедім жыламсырап. Біздің кез өтіп барады, деп ол күрсінді. Сол сөзбен екеуміз қайта үнсіз қалдық. Бір-екі аптадан соң қайта бардым. Бұл жолы ештеңе демей, немеремді сүйіп, шәй қойдым. Сәл шашылып жатыр, бірақ бұрынғыдай бірден тістеп алмай, тек бақылап отырдым. Бір кезде келінімде көзім түсті. Қабағы қатулы емес, жүзі жұмсақ. Мені сөзбен ренжіткенін түсінген сыңайлы. Мама, деді ол. Мен күтіп отырмын. Сол күні сөзімізге қарсы шықтым. Шашағаннан шығар, ренжімеңіз, деді жаймен. Жүрегім жеңілдеп сала берді. Ренжіген жоқпын, шырағым. Тек кез келген үйдің тіршілігі бар. Сенің демалғың келсе айт, мен көмектесем. Бірақ үйді ұзақ қаңыратып қою жақсы емес, дедім. Келінім басын изеді. Бір кезде өзі тұрып, кір машинаны қосты. Сол сәт жеңіс емес, түсіністік сияқты сезілді. Сол күннен бастап біз үнсіз келісімге келдік. Кейде мен келем, балаға қараймын. Келім кір жуып үлгереді. Кейде ол демалады, мен жай ғана ас дайындаймын. Күндер бір қалыпқа түсті. Үйден енді сірленген шұлық емес, жаңадан жуылған киім иісі шығады. Келін шай үстінде әңгіме айтып отырады. Ұлым да бұрынғыдай қарсы сөйлемейді, ойланып жүргендей. Тірлік жүріп жатыр, өмір тоқтамады. Бір күні келінім ет асып жүрді. Қазанның буы шығып, үйдің іші кәдімгі ошақтың иісіне толды. Сол сәтте баяғы жас кезім есіме түсті. Мен де бір кездері келін едім. Тіпті мен де қателестім. Мен де шаршадым, бірақ айта алмадым. Мүмкін бүгінгі келіндер ашық айтады. Мүмкін бұл кемшілік емес, жаңа бастау шығар. Мен ішімнен. Заман басқа, талабы басқа, дедім. Ескі көзқарасымды тастамасам да жаңасын түсіне бастадым. Бір күні немерем маған жүгіріп келіп, әже, мама бүгін кір жуды, деп қуанды. Мен оған күле қарап, жуғаны жақсы, бірақ демалсында. Әжең де шаршайды, мамаң да шаршайды, дедім. Немерем басын шұлғып, онда сіздерге көмектесем, деді. Сол сөз үйдің бірлігіндей көрінді маған. Мен түсіндім, дау айтып емес, мәміле жасап қана береке келеді. Уақыт зулайды екен. Бүгін сол оқиғаға тура 10 жыл болыпты. Немерем мектепке барып әріп танитын болды. Келінімнің шашына алғаш рет ақ кіргенінде байқап қалдым. Ұлым да бұрынғыдай жалын атпайды, сабырлы, ойланады. Ал мен
Менің жүрегім бұрынғыдай емес. Тез ренжімеймін. Ренжісем де тез кешірем. Бір кезде кір неге жуылмады деп шырпыр болсам, қазір дем алдым ба деп сұраймын. Өзім өзгерсең, өмір де өзгереді екен. Бір күні келін шай үстінде. Мама, сол кезде сізге қарсы шыққанымды ойласам ұялам деді. Мен күліп қойдым. Онда сен жас едің, бұзылмай тұрған темірде майыспайды дедім. Келім бір сәт үнсіз отырып, қазір өзім кір жиналса мазасызданып кетем. Түсіндім. Әйелдің қол асаса үйдің берекесі қашады екен, деді. Мен оны мақтан тұтып, уақыт үйретеді қызым, дедім жұмсақ. Келін шай үстіне бауырсақ келді. Иісі бүкіл үйге тарады. Үй рас өзгерген. Жылы, жайлы, берекелі. Бір кеште ұлым екеуміз аулада отырып шай іштік. Күн батып барады. Самал жел жүзді аймалайды. Ұлым бір кезде сөз бастады. Анашым, есімізде ме? Бір кезде сізді ескі көзқарасты дегенмін. Сол сөзді ол бірінші рет қайта қозғады. Мен оған қарадым. Ер жеткен, көзқарасы терең. Ұлым, ол үшін көп ойланып, ақыры кешірдім дедім. Ұлым күрсінді. Мен онда баламын ғой. Қазір түсінем. Әйелдің жұмысы көп. Келінім жүгін сізде бөліскенсіз. Мен сол үшін сізге рахмет айтуым керек еді. Ол сөзді айтқанда жаным жылып кетті. Құдды 10 жыл бойғы бір түйін шешілгендей. Мен тек, ештеңе емес, адам қателікпен өседі дедім. Бір күні келінім үй жинап отырып маған. Мама, мені өзіме қалдырғанымыз дұрыс болған. Егер қатты қысқан күніміз көп болса, бәлкім мен қырсық болып кетер медім, деді. Мен оған күлімдеп, баланы қайнатып емес, жылытып пісірген дұрыс, дедім. Екеуміз бірге күліп алдық. Сыйластық өз биігіне шықты. Күндердің бірінде келінім жұмысқа орналасып, мама, менде еңбектенгім келеді. Үйде отырып ақ шаршап кетеді екенмін, деді. Мен қолдадым. Бар қызым, мен немереге қараймын, тірлігіңді оңай қыл дедім. Ол сол сәтте құшақтап алды. Бұрынғыдай емес, шын, жақын, жылы. Мен сездім, енемін ғана емес, досымын. Бір күні немерем кір жуып жатқан келініме қарап, мама, сіз шашасаңыз әжем жуады ғой, деді. Мен оған, жоқ құлыным, әркім өзіне тиесін істесін. Көмектесу бөлек, сеніп тастау бөлек, дедім. Келінім басын изеді. Немерем ойланып тұрды да, онда мен екеуіңізге де көмектесем, деді. Сол сөз біздің үйдің ұранына айналды. Мен бір кезде келінге ренжіп, ескі көзқарас деген сөзге күйіп пісіп жүрсем, енді сол сөзге күлімдей қараймын. Өйткені уақыт көрсетті. Ескі көзқарастың ішінде тәртіп бар, жаңа көзқарастың ішінде еркіндік бар. Екеуі шайқаспай, қапталдаса жүрсе, үй деген береке ордасы болады. Біз соған жеттік. Қазір менің жаңа үйренген ақылым бар. Келін қыздан да жақын болуы мүмкін, егер ене оны тыңдай білсе. Ұл анаға қарсы сөйлеуі мүмкін, бірақ ақыры түсінеді. Уақыт жақсы мұғалім, тек сабырмен тыңдай біл. Менің жүрегім бүгін тыныш. Ұлым да келінім де бір-бірін тыңдайды. Немерем де үйдің берекесін сезіп өсіп келеді. Біз бір үй, бір мүдде, бір жүрек. Егер бұл әңгіме сіздің жүрегіңізге жетсе, егер өз үйіңізден, өз өміріңізден бір үзік көргендей болсаңыз, онда пікірге ойыңызбен бөлісіп етіңіз. Өйткені әр ене бір кездері келін болды. Әр келін ертең біреудің енесі болады. Бұл әңгіме сізге ой салса, арнаға тіркеліп қойыңыз. Алда бұдан да шынайы, жанға жақын оқиғалар бар.